Mereylerimiz diyorum olsun. Енді сендерге айтарым, қазір мына жас мемлекетіміздің яғни тірегі білімді ұрпақ. Ол мына сендерсіңдер. Сондықтан да білім жолында ешқашан қанаттарың талмасын, самғай беріңдер. Бойлар дей отырып, ендігі сөз кезегін осы 4-ші А сынып оқушысы, топ жетекшісі Мизамидин Назеркеге және Айдар Жамылға беремін. Асыл бастан өнер жастан шығады деп дарынды, қалғайтса халық сөзі әр қашанда нанымды, сол шындықты күнделікті көріп жүрміз өмірден. Өнері асқан дарынды, сол жастардың жолын қуған, мына біздің бастауыш сынып түлектері атынан қабылдаңыз шын жүректен. Сәлем сізге жалынды. Армысыздар ұстаздар мен оқушылар, ата-аналар мен ақ жаулықты апалар. Бүгінгі 4-ші А сыныбының қош бол бастауыш ертеңгілігіне қош келіпсіздер. Әр жанұяға береке, бірлік, табыс тілей отырып, ертеңгілігімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Сын жасайық. Бүгінгі күн ұмытылмастай әрбір жүректе сақтаған ерекше күн екені белгілі. Тарқамасын қазақтың шағы қызған, тасый берсін бағартып бағыңыздан. Құрметпенен береміз сізге сөзі, ақтарылып көріңіз ағыңыздан дей отыр. Бүгінгі ертеңгілігімізді ашу үшін мектеп директоры Сағынбек Ғалымжан ағайға сөз береміз. Сөз берейік құрметпен өзіңізге, түлектерге арналсын. Тілегіңіздей отырып, келесі сөз мектептің оқу ісін меңгеруші Бердіш Нұруат ағайға және тәрбиесін меңгеруші Сапарбекова Жойар апайға сөз береміз. Арыпты, ой санаға ғажап сәуле таратты. Білім деген дарияда жүздіріп, жанарыма жағып берді жарықты. Ендігі сөз кезегін алғашқы ұстаз
söz vereyim. Жастар, бүгінгі мереке бәріңіз де біліп отқан шығарсыздар. Алғашқы бастауыш буынды бітіріп, орта буын, яғни 5-ші класс пен 9-ші класстар көшіп отқан балдар, онан кейін жаңа жоғарғы буын дейміз. Осы 3 буында өтетін балдар мынау алдарыңызда тұрған. Бүгін енді осы бастауыш сыныпты бітіріп, жоғарғы классқа өтіп, сол жоғарғы класста бірнеше деген мұғалім береді, өздеріңізге белгілі білесіздер. Яғни 4-ші класста бір мұғалім беретін болса, бір енді әрине бір мұғалімға сеніп, әбден бір балаға жатталып қалған. Ал енді жоғарыға барғаннан кейін шамалы болса да көпшілік мұғалім бергеннен кейін балдардың асып сасатын уақытысы болады. Аумақ жарыстарда орын алып жатсыңдар. Аудандық тәрбие жөнінде онда да орын алып жатсыңдар, неден жұмысынан. Ал енді сендерге тілейтініміз, алдағы оқу жылдарында жақсылап оқыңдар, денсаулықтары мықты болсын. Апайларыңа рахмет, сендер 4 жыл тәрбиеледі, жақсы деген аттарың бар, мектеп бойынша сол жолда таймаңдар. Мынау бастауыш сынып оқушыларының арасында 4-ші сынып оқушыларының бастауышпен қоштасу атты тәлім-тәрбиелік ашық сабағына келіп отырсыздар. Мұғалімнің еңбегі ерен десек те болады. Фамилияң кім десе әжесінің айтып тұратын, болмаса апасын ертіп келіп 3-4 күн әуелеп мектепке үйренгенше, үлкен ортаға үйренгенше, мұғалімнің жылы сөзі, оның қабылдауы, жылы құшағы дегенде оның орны ерекше. Ал енді бүгін ол кісінің сыныбының көрсетіп жатқан жақсы көрсеткіштері жағынан бұл сынып ең алда келе жатқан сынып деп айта аламыз. Мына апайдың жұмысына алдағы уақыттарда да осы жақсы оқушы, жақсы сынып қатарынан көріне беріңдер дейміз. Не дейміз, мынау білім еш уақытта таусылмайтын кен дейді, оқу үйінемен құдық қазғандай дейді. Біздің алдымызда әлі үлкен білім ізденушілік жолдары тұр. Міне сол жолда сендер әр кезде табысты болыңдар. Мына ата-аналарың сендер үшін қандай қуанып, ізгі мақсат қойып, үміт артып отырса, соның барлығын сендер аттаңдар, жақсы жағымен ол кісілердің көңілін марқайтыңдар дейміз. Алдағы уақытта да жақсы оқушы бола беріңдер деп тілеймін. Мінекей мынау алға қош бол бастаушым атты тәрбие сағатын өткізіп, яғни бастаушымен қоштасу тойларың құтты болсын. Мынау әрқашанда сабақтарыңда 4-5-ке оқып, денсаулықтарың мықты болып, мына бастаушта оқыған апайларыңды ұятқа қалдырмайтындай жағдайда болып, үлкен азамат болыңдар, мектептің атын жақсы жағынан шығарыңдар. Мінекей сендерге тілейтінім осы, әрқашанда жақсы биіктерге көріне беріңдер. Жан-жақты білім алған парасатты саналы азаматты тәрбиелеп шығару, халықтық педагогика дәстүрлерінің озық өнегелерін ой санасына орнықтыру, бүкіл ел-жұрт, ауыл, аймақ, отбасы қоғамдық болып бірлесе атқаратын аса жауапты мәселелеріне терең бойлауға бастайтын күнделікті өміріміздегі қарапайым дағдылар арқылы бала жүрегіне жол табуға тырысатын алғашқы білім баспалдағы бастауыш мектеп болып табылады. Сондықтан баланы оқыту мен тәрбиелеу ұзақ жылдарға созылатын, инемен құдық қазғандай бейнеті ауыр еңбек екенін ескергеніміз жөн. Жақсылықты жақтаймыз, бәрін біліп жаттаймыз, кітаппенен дос болып сенімдерді ақтаймыз. Жадыраған жаздай жылы жануар, жақсылықтың шырағы боп жағылар. Қадірлі ұстаз гүлмен бірге жолдаған, шәкіртінен жүрек сөзін қабыл ал. Ұстаздардың бар айтқан ұлағатын оғыңдар, сөйтіп әрбір сабақтан сәл есейіп шығыңдар. Ұстаз, осы бір сөздің өзінде қаншама мән мағына, күш құдіретті ұғым жатыр. Ұстаз алдынан өтпейтін ешкім жоқ. Жақсы мұғалім, мектептің жүрегі деген Ыбырай Алтынсарин атамыз, жүрексіз өмір болмаса, мұғалімсіз білімнің, тәрбиенің іске аспайтыны белгілі. Өмірдегі қоғам қайраткерлері, небір данышпан адамдар, қарапайым еңбеккерлер, тіпті арман қуған жеткіншектер де бәрі бір адамға қарыздар. Ол ұстаз. Ұстаз болу ерліктің батырлығы. Ұстаз болу сезімнің ақыл
басқан шырағы көктегі жұлдызбен сырласқан өздері менің жырыма қосып жүремін төрім деп менің жерім деп менің соғады мәңгі жүрегім ей тілегі сендер тілегі сендер сол елдің назары сендер базары сендер ажары сендер сол елдің қиялдың серісін көргенде бол аспан бүгінгі өрісім ғарышпен ұласқан өздері менің жырыма қосып жүремін төрім деп менің жерім деп менің соғады мәңгі жүрегім ей тілегі сендер сол елдің назары сендер базары сендер ажары сендер сол елдің оқитын әрі жазатын білімге қол созатын оқушы болдық сауатты білімін тегін қазатын Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез білекті бірді жығады білімді мыңды жығады асыл сөз көп халықта іле жүрер құлаққа ізденген жетер мұратқа талапсыз қалар ұятқа талмай тәрбиелеп келесің мәфилисің білімнің селесің қасиетті хайратың бойдағы ұрпағыңа мұра қылып бересің алтын иям ақ бетігім мақтаным сенен асқан құтты мекен таппадым сен арқылы білім деген отаудың қасиетті босағасын аттадым жұлдыз болып жарық күйдің
Оларда қатесін түсінер, санатқа қосылар сенеммен. Аңсаған арманды талармыз, жақсы оқып 4-5 алармыз. Өшпейді қалдырған іздерің, қош бол бастауыш, ризамыз саған біз. Ертеде байлық, бақыт, ақыл үшеуі бас қосады. Ол үшеуі адам баласына тигізген пайдасы жайында таласып қалады. Мен байлықпын, менің арқамда ғана адам баласының төрт түлігі сай, үйі дүние мүлікке бай, ішіп жемі мол болады. Мен бақытпын, кімнің басына қонсам, соның ата даңқын шығарамын. Мансабын аспанға көтеремін, ақ дегенім алғыс болады, қара дегенім қарғыс болады. О, достарым, мен сендердің таластарыңа қосыла алмаймын. Мен ақылмын. Менсіз адам баласы өмір сүре алмайды. Келіспесеңдер данышпанға барайық. О, данышпан қария, мына біздің дауымызды шешіп беріңізші. Қайсымызға дұрыс, қайсымызға бұрыс дегенін айтыңызшы. Өмірдің өзі сабақ, байлық бір жаттық, бақыт баянсыз, ақылдың еңбек білім деген сүйініші, тіреуі, тұтқасы бар. Сондықтан да ақылды білім еңбек ете білген адам баласы байлыққа да бақытқа да кенеліп, мәнді де сәнді өмір сүре алады. Сондықтан ақыл білім бар жерде бақыт та байлық та болады. Ақылды қасыңнан қорқпа, жар емес досыңнан қорқ деген екен. Бұдан бұлай әрқашанда дос болып жүріңдер. Рахмет, уа данышпан қариям, сізге алғысымыз мол. Қарсы саламыз сіздерді, би-билеріңіз әндер жолдан шырқалар дей отырып, сендігі ән сіздерге жолданады. Сүндет жұлдыздың ортауында бұл ән. Бұл ән бұрынғаннен өзгерек, бұған иқасы өлең сөз керек, өзіне орайлы, денең жан нұрлы болса жөнделмес, өлең әндіршіп айтса өнделмес, ұйқасса қолайлы, ән өлшеуіш өлең көміс, қоспаңыз мұз аралас, артық алу некен залу, қапы қалу жаралмас, қайран қапысыз қамсыз күндерім,
Бастаймын. Жаз жадырап, күн және бер, қостан сырап, күлді бер далам, нұр сәулесін күн шашады, шапағатымен дем наралады, қандай сұлусың табиғаттың, әңгірға толы сенің үнің, қымбат мен үшін әрбір гүлің, жырлаймын сені мәңгі, жасыл орман тауларынан, жапар есін дала шапаған, қандай сұлусың табиғаттың, әңгірға толы сенің үнің, қымбат мен үшін әрбір гүлің, жырлаймын сені мәңгі, жырлаймын сені мәңгі.
мінезге күмә тыңыр жел асылдар аздан жаныңды қияр досташым соларға тағдыр өкінбей өтер жұмыр жел жабыққан сәтте қасқағым жанымды ұғар басқа кім жаңа бір әуен бастадым сендерге арнап достарым сендерге арнап достарым Құрметті ата-аналар, ұстаздар жалғастырады. Ал енді мектеп бастауыш түлектері, сендерге бұл тек қана өмірдің бірінші баспалдағы ғана. Алда ұлан ғайыр өмірлерің жатыр. Осы жолда тек қана сәттілік, сендерге тек қана жақсылық ақ жол болсын деймін. Осындай тойлар еш уақытта тарқамасын. Мына енді өмірлеріңіздің көз алдындағы қызықтарыңыз, ұл қыздарыңыз бар аман болсын. Осылардың сіздер яғни алдарыңызға қойған мақсаттарыңызды, армандарыңызды орындай берсін. Рахмет сізге ата-аналар. Көп жақсыларыңызды, ұзақ жасаңыздар. Соңынан сөз берейін, жатқан етіне Давно друзья веселые простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим в саду березки Төртінші б сынып оқушыларының бастауышпен қоштасу кешіне көруге келгендеріңізден құттықтаймын. Оқушыларға сәт сапар ақ жол тілеймін. Бұдан да көп белестерден көріне берсін деймін. Енді оқушылардың осы бастауыш кешке арналған жағын концерттер бар, соны көріп тамашалаңыздар. Ары қарай Әлшерменен Оқушылар, қазіргі бастауышпен қоштасу ертеңгілігіне арналған қош бол бастауыш атты әдеби монтажымызды бастаймыз. Армысыздар, ардақты аталар мен аяулы аналар. Кешегі сәби балаңыз, жарайды міне қараңыз, ғылым білім жолында енді қайық саламыз. Айналайын балалар, алдарында мектеп ана бар, өздеріңнен өседі өнерлілер даналар. Өсті міне бойларың, өсті ақыл ойларың, қуанышқа ортақпын, құтты болсын тойларың. Мектеп ұстаз тағдыры, балалардың ән жыры, мектеп шашқан шуағын, білім ғылым таң нұры. Өнерпаздар жарасып, сапсалалы, жиын десе, той десе, жан салады. Кешіміздің ашылу құрметіне әуелеген әсімен жолданады. Мектебім, менің мектебім, келеді сенен көктебім. Әліпбиді үйреніп, білерім сенен көп менің, білімге толған құшағың, ылғида аңсап ұшамын. Сен үйреткен білімді, күретіп өзім құшамын. Білімді сүйген ұстазым, қолынан әліппе ұстадым. Қастерлеп оны мен оқып, жібекпен сын ұстадым. Анамдайсың мектебім, өзіңнен ұзап кетпедім. Жолдама алып өмірге, көк шынардай көктедім. Ұраның байыбына барып терең, мұғалім бастап еді әліппеден. Ұраның тұмарың бар көкірегінде, шынайы ұғым тұрсын халық деген. Жаны асыл ұстаздарды еске алыңдар, жаңа сыр ашатұғын жастарыңдар. Шәкірті жаман екен дегіздеңдер, санасы биік адал дос табыңдар. Алдыңа келіп ұстадым, тұңғыш қалам ұстадым, күлім деген көзіңнен, мейірім екен сезілген, сипатыңда басымнан, әліппені ұсындың, бақытымның осыдан басталғанын түсіндім. Шашу шашайық, ақ сандықты ашайық, бұл мереке, бұл тойдың бастаңғысын жасайық. Ол үйретті алғаш рет әріпті, ой санаға ғажап сәуле таратты, білім деген дарияда жүздіріп, жанарыма жағып берді жарықты. Фамилиямды сұрағанда атын айтып әжеңнің, отырып ұшын түстеп өзің берген қалаңның, менің жазу дәптерімнің жолдарындай сезін
көзінен, шымшықтар, сызықтар маңдайдағы әжімнің. Ақ бормен әріптерді жазғаныңда тақтаға, қарай бердім әжімді іздеп терезеден қақпаға. Сонда менің назарымды өзіңе аударып, жетеледің өнер білім соқпағына. Әлі есімде мектепке алғаш барғаным, өз қолыммен әліппені алғаным, сынай алып әліппенің парағын, әріптерге үнсіз ұзақ қарадым. Әлі есімде мектепке алғаш барғаным, сұңқымда асылып дәптер қалам алғаным, бір бұрышында сол сұңқамның жатқаны, алтын сақа алтын баулы қарманым. Ақыл ойдың иесі, партиямның жүйесі, қуанышы көңілдің, баспардағы өмірдің, жан азығы серігім, ардақтамас серігім. Ырғып-қарғып секеңдеп, ойнақтағаның жетектеп, алып барды мектепке, атам менің жетектеп. Осы жерге басқызған, достасқанның бәрімізді партаға қосқызсын. Отымызды қосқызсын. Әлі есімде отырғаным партаға, таңғала келіп үңілгенім картаға, жайдары ашық Зүбайра апай жай ғана, түзу отыр деп арқамнан қаққаны. Тыңдап алға бола ма, ескертілген балаға, қоңырасыз шығуға болмайды деп далаға, оқып ана тілінде, ұмтылыңыз білімге, деді бізге мектепте Алтынай апай күлімдеп. Қор, біз дәуірдің жасыланымыз. Маңдау көлде көрікті шексіз даламыз, дәулеті асқан, білімді ауыл баламыз. Жадырап күндер, жайнаған гүлдер, бақыты біздер баламыз. Өзіміз туған, көбелек қуған, өлкеде өсіп толамыз. Жаңылмай оқып, көңілге тоғып, білімді адам боламыз. Жадырап күндер, жайнаған гүлдер, бақыты біздер баламыз. Армысың ұстаздарым, ардақ тұтқан баланың жан дүниесін, жан-жақты оқыған, бәріңді ақ көңілмен аймалайтын, оқу мен өнерді арнап шыққан. Құс көңіл асығады өргеніме, шаттанып өздеріңді көргеніме, тұлпардың бір жарауы деп біліңдер, маңдайы шәкіртінің терледі ме? Алдыңа келіп ұстазым, тұңғыш қалам ұстадым, күлім деген көзімнен мейірмекен сезілген, сипатыңда басымнан әліппені ұсындың, бақытымның осыдан басталғанын түсіндім. Білім теңіз кемеміз, алға жүзіп келеміз, оқып-оқыпты оқып, жеңілместі жеңіміз. Қадірлі мектеп, бұл мектеп, оқыған ата-анамыз, атыңды сенің құрметпен әрқашан еске аламыз. Бас қатырып есептен шаршадың-ау десек те, келе сала мектептен құламаймыз төсекке.
Мен бүгін сандуғашың секілдімін, мекен еткен жер ағаш бұтақтарын. Тұра алмай бір орында сағат тауып, қыз көңіл асығады, бара жатып қанаттанып, тату қылып жырларын бас еді, кеткен бала кешегі талаптанып. Әке бердім екілік, мамам шықты жекіріп, үш алдым деп байқайман, папам басын шақырды, бес алдым деп бүгінге қалды бәрі күлімдеп. Шындап күнде менемді, шынықтырам денемді, сүйемінен кей сабағын, сүйретті сәндеп саламын. Сүйеттіріп шалалықты, есеттіңіз балалықты, ойламайтын ертеңін, ойсыз кейбір еркені, түзетшенге салдыңыз, ел алғысын алдыңыз. Сабырыңыз қылыштай, жөн айтыңыз ұрыспай, түзетіңіз тентекті тұрғызбай ақ бұрышқа, бізден өзге кішілікті, үйренеміз кісілікті. Ықыласпен тоқылып, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, білмеген алдынан іздемей-ақ табылар. Хор, туған жер. Туған жер қашан, мен бүгін аңсаған салам, жүректен ыстық жалындай. Мектебім айтарыным, сан рет қайталадым, өзіңнен алғанымды өзіңе қайтарамын. Мектебім қиялмаймын, көп нәрсе қиялдаймын, мәңгілік оқушым болып қалуға ұялмаймын.